Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. El-Mukaddemetul Ecrumiyye adlı kitaptan kezekli dersimiz. Takribimiz mahfudat, yani so'nggi harfi kasralı, ne kasranın o'rinbosarlarining birini o'zgarib o'qiladigan zat ismlar joyida edi. Yani majrurat taqrimida yetinmiz. O'tgan darsimizda avtor zat isimler 3 yo'lмен majrur bo'lib o'qiladi dedi. Birinchisi aldına harf jarlarının biri kelgen кезде, misal minal beyti degan сияқты. Ikincisi mudof ilayh bo'lib, iki so'zning biri ikincisine tirkesib kelgende. Және va tabi'un lil mahfud, aldınғы majrur so'zga еліктеуші, so'ning i'rabын qaytalauшы tavabi'ning biri bo'lib söylemde o'rin algan кезде zat isimler qalay o'qiladi dedi? Majrur bo'lib o'qiladi dedi. Tavabi'lar degan ol o'zining aldınғы so'zning zat isimning i'rabın, yani harekesin qaytalaytın, soğan еліктейтін grammatikalik жағдайлар. Олар төртеуі тұғын: naat, yani sıfat, сын есім қазақша, atf, ta'kid және бәдел. Осы төртеуінің бірі болып келген зат есімдер өзінің алдындағы сөздің i'rabын, былайша айтқан кезде харекесін қайталайды. Егер ол алдындағы сөз мәжрур болып келсе, бұл наат, сифат және атф, ta'kid және бәдел түріндегі зат есімдерде мәжрур болып оқылады. Міне зат есімдер осы үш жолдың бірімен соңы касралы немесе сөздің қалыбына қарай касраның орынбасарларының біріне соңы өзгеріп оқылады екен. Өткен дәрісімізде харфул жарлар жайында қысқаша айтылды. Оны алдыңғы дәрістеріміздің бірінде де толықталып өткен автор. Бүгін идофа жайында әңгімелейтін боламыз. Идофа деген не еді? Идофа дегеннің тілдік мағынасы қосу, екі нәрсені тіркестіру бір-біріне, бір нәрсені екінші нәрсеге тән ету деген сияқты ұғымдарды білдіреді. Тіркестіре отырып, соған тән ету деген ұғымдарды білдіреді. Яғни екі зат есімнің бірін екіншісіне тіркестіретіндіктен идофа деген атау берілген. Соның алдыңғы, яғни тіркескен сөзге мудоф дейді. Ал тіркесілген екінші сөзге болса мудоф илейх деген атау беріледі. Мысалы, Зайдтың кітабы дегенде арабша айтсақ, китабу зайдин. Осы айтылған мысалда китап сөзі мудоф, яғни тіркескен сөз. Ал зайдин болса, Зайдтың деген мағынадағы мысалы, бұл тіркесілген, яғни мудоф илейх сөз. Сәйкесінше мудоф илейх болғандықтан зайдин болып, не болып отыр? Мәжрур үкімінде келіп отыр. Яғни араб тілінде мудоф илейхтер үнемі мәжрур болып оқылады. Соны білгеніміз жөн. Мысалы, фәнәул жәмиати, университеттің бақшасы, қаламу тилмизин, оқушының қаламы, ғурфатун науми, жататын бөлме, тағы да басқа осы сияқты бір сөздің екінші сөзге тіркесуін араб тілінде не дейді екенбіз? Идофа дейді екенбіз. Әрі қарай кітапқа қарайық. Wa amma ma yukhfadu bil idafati. Idafa мен, yani екінші сөздің тіркесуі арқылы ma yukhfadu, мәжрур болып касра оқылатын сөздерге келер болсақ, фанаху қаулик, сенің былай деп айтқаның сияқты. Ғуламу зайдин, Зайдтың баласы. Мысалы, осы мысалдағы ғулам сөзі мудоф, яғни тіркескен сөз, ал Зайд сөзі болса мудоф илейх, тіркесілген сөз. Оған тіркесіліп тұр. Және бұл жерде байқасаңыздар, ғулам сөзін Зайдке тән екендігін білдіріп тұр және бұл жерде. Және назар аударып қарасақ, Зайд сөзі зайдин болып соңғы әрпінің харекесі касралы оқылуда. Өйткені мудоф илейхтер үнемі majrur hükmünde оқылады.
Ары қарай осы идофаның түрлерін айтып өтеді. Wa huwa ala qismayn. Mudof ileyhtar идофа екі түрге бөлінеді. Идофалар астарындағы қамтыған жасырын мағыналары жөнінен қарағанда екі түрге бөлінеді дейді. Біріншісі ма yuqaddaru billami. Үшін деген ұғымды білдіретін лам харфу жарын мағынасын қамтитын идофа түрі. Мысалы, ғуламу зайдин, зайдтың баласы. Яғни ғуламу ли зайдин деген сөз. Мұнда жасырын лам жалғауының мағынасы қамтылған. Зайдке тән деген ұғымда. Басқа бір мысалы өзіміз айтатын болсақ, қоламу тилмизин, оқушының қаламы. Бұл айтылған мысалда да қаламның сол оқушыға тән екендігін ұғындырып тұрған астарында бір лам харфул жардың мағынасы байқалады. Екіншісі уама юқаддару бимин. Екіншісі мин харфул жарының мағынасын қамтитын идофа түрі. Нахуа, мысалы, саубу хаззин, жібек мата. Осы жерде мысалы мин баянияның ұғымы жасырулы. Яғни мин харфул жарының беретін мағынасын ішінде қамтып тұр осы екі сөз. Сонда саубу хаззин деген мысалдың астарында саубун мин хаззин деген мағына жатыр. Жібектен болған мата деген ұғымды білдіріп тұр. Ва бабу саджин. Садж деген емен ағашы. Баб деген есік. Ва бабу саджин қазақша емен есік. Міне осы жерде де жасырын мин харфының мағынасы қамтылған. Ашып айтқанда бабу мин саджин деген ұғым жатыр бұл жерде. Емен ағашынан жасалған есік деген мағына жатыр астарында. Үшінші мысал ва хатаму хадидин. Ва хатаму хадидин темір сақина. Бұның да астарында мин харфул жарының мағынасы жасырулы. Ва хатамун мин хадидин темірден жасалған сақина деген ұғым жатыр астарында. Және үшіншісі мына жерде ол айтылмаған. Біз айтып өтелік. Және бұл идофалардың үшінші астарында қамтитын үшінші мағына кейде бұлар мудоф илейхтар фи харфу жарының мағынасында қамтитын кездері болады. Әсіресе зарф мағынасын білдіретін, зарфул заман, зарфул макан мағыналарын білдіретін сөйлемдерге тіркесіп келген кезде. Мысалы, ат'абани дарсун нахари. Мені күндізгі сабақ шаршатты. Осы айтылған мысалда сонда ат'абани дарсун фин нахари деген фи харфул жарының мағынасы қамтылған бұл мысалда. Идофалар осындай мағыналарды қамтиды екен. Бұл айтылған идофаның осындай мағына жөніндегі түрлері идофаның ал-идофатул ма'навия бөліміне жатады. Одан бөлек идофатул лафзия деген де бар. Оған көбіне исмул фаилдар, исмул маф'ул және сифатул мушаббахалардың өзінің мa'мулына тіркесіп келетін жағдайлар жатады оған. Мысалы, ата талибул мали деген сияқты. Ең көп қолданатындықтан болар. Автор мына жерде ал-идофатул ма'навия түрлерін ғана естіп өтті, айтып өткен. Демек, мудоф және мудоф илейхтар бірі екіншісіне тіркесіп келетін қос сөз екен. Тіркескен бірінші сөзді мудоф дейді. Яғни тіркескен деген мағынада екінші сөзді мудоф илейх дейді. Тіркесілген сөз. Оған тіркесілген сөз. Мудоф илейхтар үнемі мажрур оқылады. Және мудоф пен мудоф илейхтардың астарында лам харфу жарының мағынасы қамтылған болуы мүмкін. Кейде мин харфу жарының мағынасы қамтылған болуы мүмкін. Хатаму мин хадидин деген сияқты мысалы. Кейде фи харфу жарының мағынасы да қамтылған болуы бек мүмкін.
Және осы тұрғыда тағы қосымша айта кететін нәрсе, мудоф болып келген сөздер мудоф илейхқа тіркескен кезде тәнвин алмайды. Яғни ән, ин, ун деп соңғы қарекесін ол кезде оқымаймыз. Мысалы, китабу зайдин. Бұл мысалды китабун зайдин десек болмай қалады. Китабу зайдин деп китабу сөзін тек қана дамманың өзімен ғана дыбыстаймыз. Тәнвин айтпайды екенбіз. Және де егер мудоф сөз екілік түрдегі сөз болса, немесе сау көпше түріндегі сөз болса, жамъул музаккар салим, ол жағдайда мудоф илейхқа тіркескен кезде соңындағы нун әріпі түсіп қалады. Соны да білген дұрыс. Мысалы, китабан бұл екі кітап деген сөз. Кітап сөзінің екілік түрі. Енді бұны зайд сөзіне тіркестіретін болсақ, идофа жасайтын болсақ, зайдтың екі кітабы деген мағына шығады. Бұны арабша дұрыс айтуымыз үшін китабан сөзіндегі нун әріпін дыбыстамауымыз керек. Сонда китаба зайдин болады. Негізі китабан еді, зайдке тіркескен үшін китаба болып, соңындағы нун әріпі түсіп қалды. Және мудоф сөз жамъу музаккар салим болса, сау көпше түріндегі сөз болса, ол кезде де мудоф илейхқа тіркескен заматта нун әріпі түсіп қалады. Мысалы, жаа муаллимул мадрасати. Медресе мұғалімдері келді. Енді осы айтылған мысалда да муаллимуна деген ол мұғалімдер деген сөз. Бірақ ол сөзді біз медресе сөзіне тіркестірген жағдайда муаллиму болып, соңындағы нун әріпі түсіп қалады екен. Сонда муаллимул мадрасати болып оқылады. Міне осындай мудофқа қатысты нюанстар бар, оны да біле жүрген дұрыс. Ал енді мудоф илейхке келетін болсақ, бұл мудоф илейх сөздер үнемі мажрур үкімін алады. Және мудоф илейхтар кейде басына әл-артиклі жалғанып марифа түрінде келуі мүмкін. Кейде әл-артиклі жалғанбай нәкра түрінде де келуі мүмкін. Мысалы, хатаму хадидин деген сияқты. Тоғатерін айтқанда, мудоф илейх болып келген зат есімдер үнемі мажрур болып оқылады. Бүгінгі негізгі білуіміз керек мәселе де сол. Ол кейде астарында ләм харфы жарының мағынасын қамтып тұруы мүмкін. Кейде мин харфы жарының мағынасын қамтып тұруы мүмкін. Кейде фи харфы жарының мағынасын қамтып тұруы мүмкін екен. Енді зат есімнің мажрур болып оқылатын үшінші жағдайларда бар деп айтқан. Олар тауабияқтар. Атф, сифат, наат, бәдәл, тәкид. Бұларға автор бұл жерде тоқталмаған, себебі олар жайында дәрістің орта жақтарында жеке-жекте өз алдына жеке-жеке қысқаша тоқталып өткен етін. Бұл жерде оларды қайталап өтуді қажетсінбей, тек харфу жарлар мен идофа тақырыбын ғана айтумен шектелген. Және соңғы сөзін тәммә бихамдилlah, Аллаға шүкір, дәрісіміз тәмәм болды деп сабағын, кітабын сөйтіп автор аяқтап отыр. Осымен әл-мұқаддаматул немесе әл-мұқаддиматул әжуррумия атты араб тілі синтаксисі негіздеріне қатысты жазылған кітапшаны оқып аяқтадық. Иншаалла барша жұртшылыққа пайдалы болсын деген ниеттеміз. Осы тұрғыда кітапты соңына дейін оқып аяқтауға жәрдем беріп, тауфиқ сыйлаған Аллаға шүкірлер болсын дегім келеді. Және де дәрістерді орта жолдан тастамай, соңына дейін аяқтауыма жігер беріп, мотивация беріп отырған қадірлі ғылым сүйер тыңдармандарға да ерекше алғысымды айтқым келеді. Алла сіздерге осы кітаптан үйренген ілімдеріңізді бойларыңызға жұғысты етсін. Әрине, араб тілі грамматикасы ғылымы бұл кітаппен бітпейді. Бұл кітап тек кіріспе іспеттетін. Ал енді осыдан білгенін одан әрі дамытам деушілер, одан да көлемірек, одан да кеңірек жазылған кітаптарға үңілгендері жөн болады. Мысалы, мен сіздерге бұдан кейін Нахул Вадих кітабын оқуларыңызды кеңес етер едім.
Ол кітапта наху ережелері бұған қарағанда кеңдеу қамтылған, әрі мысалдары мен жаттығулары да көптеп берілген. Және ең бастысы ол кітапта, яғни нахул вадих кітабында араб тілі грамматикасы жеңіл араб тілінде әрі ұғыныңқы түрде ұсынылған. Сондықтан да осы кітаптан кейінгі келесі кітабыңыз нахул вадих болсын деген кеңес айтқым келеді. Мүмкін Алла тауфиқ берсе, ол кітапты да алдағы уақытта осылай дәріс түрінде оқысақ болады иншалла. Енді келесі дәрістерімізге дейін қош сау болып тұрыңыздар. Алла тағала өздеріңізге және отбасыларыңызға амандық берсін, тауфиқ сыйласын. Ва ахиру дa'вана анилхамдулиллахи rabbil alamin.